Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін картоптан және фарштан дайындалатын өте бір ерекше бір рецептпен сізбен бөліскім келіп отыр. Маған бұл тағамды жасау үшін 1 келі картошканы ұсақтап кубиге осылай турап аламын. Сосын 3 жұмыртқаны жақсылап араластырып, картоптың үстіне құйып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, картопты араластырып осылай дайындап қоямын. Сосын 300 грамм сырды үккіштің жаңағы ірі жағынан өткізіп алып, қызып тұрған табаға сұйық майымды құйып, жуаны турап аламын. Менде 2 жуа және жаңағы жуаның үстіне фаршымды салып қуырып алатын боламын. Видеомды соңына дейін қарап, егер парақшама тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Енді жаңағы дайындап алған картоптың жартысын табаға салып, оның үстіне қуырып алған фаршты саламын және үккіштен өткізіп алған ірімшікті жартысын осы фарштың бетіне салып, оның бетін қалған жарты картоппен жауып, баяу отта шамамен 30 минуттай бұқтырып аламын. Сосын тарелкеге пергамент қағазын төсеп, осылай тарелкаға аударамын. Аударып, осы қағазымен бірге сковородкеге салып, тағамның екінші жағын пісіріп алатын боламын. Қағаздың артық жерлерін қайшымен кесіп алып тастайсыздар. Және де қалған ірімшігімді осының бетіне төсеп, бетін жауып, 15-20 минутқа тағы да баяу отта пісіріп алатын боламын. Мінекей, менің тағамым дайын болды, өте керемет дәмді. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Кешкі асқа, түскі асқа осылай жасасаңыз, өте тойымды тағам. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Керемет дәмді тағам. Негізі менде сиырдың еті ғой арасындағы. Бұның арасында тауықтың етінен істесеңіз де болады. Және де қойдың етінің фаршы болса, одан да бола береді жасауға. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Менің жаңа шығатын видеоларымды күнделікті каналыма тіркеліп қарап отырыңыз. Сау саламатта болыңыз.